Бұның емі жоқ дейме сонда? Жігіттер, негізі сендерді бір шаруамен шақырдым. Маған бір апта уақыттарыңды арнай аласыңдар ма? Бұл менің соңғы тілегім болсыншы. Мен бір список жасап қойдым. Соны үшеуміз бір апта бойы бірге орындайықшы, бірге жүрейікші. Кеттік. Немене böyle жабаналар жазып тастағансың сен? Ұмытсаң сол күнді, Ай, жақсы адаммен дос болсаң қадіріңді біледі дейді. Мысалы айтып отыр, көрдің ба? Әйеліңмен дос болсаң үйіңе береке келеді дейді. Абырой төкпе мен достарым көріпші. Төкпеп тұрма қазір бір шашам. Ağzına ayır veren gazı. Қатын деген бар ғой, еркектің қас қабағынан түсіну керек қой. Не қабағы сендерді тез түсіндіретін. Отағасы, ақыры бір айға кетеді екенсіз. Басшы болмадыңыз ба? Майланып кеткен сияқты. Шөмелес жоқ, шашыңды майланып тұрған жоқ. Май! солшы дуалап алған сияқты негізі. Дуаласа Брэд Питті дуалап алмай ма? Сен ақша туралы мен тоқышмадың жа. Сен туысқандарың постоянно ақша сұрағаннан вот здесь тек Сенің туысқандар мөздеп стоят. Қазір ажырасқандар ақыл айтатын заман ғой. Күшік, не үшін? Намаған бересаңыз? Не үшін болғанда ше, біз сізді күшік кезіңізден танимыз ғой. Бұл үшеуміздің бала кездегі арманымыз ғой, жігіттер. Мен бала кезде бар ғой, не айтып, не қойғаным есімде жоқ айналайын. Сен не сонша тупыл санайсың ба не, а?